Сондықтан пайғамбарымыздың хадисінде айтады саллаллаху алейхи ва саллям, кімде-кім бір күнде маған 100 рет салауат айтатын болса, 100 рет салауатқа бір 20 минуттай ма кетеді, 15 минуттай ма? Алла оның дүниелік 30 мың мұқтажын қажеттілігін өтейді дейді. Дүниедегі 30 мың мұқтаж қажеттілік. Және өзінің алдына барған кезде ең қиын сәтте 70 қажеттілігін өтейді дейді. Жалпы 100 қажеттілігін өтейді дейді. Дүниеде 30 қажеттілігін және Алла өзінің алдына келген кезде 70 мұқтаждығын қажеттілігін өтейді екен. Міне бұл 100 ғана салауатпен. Ал енді кімде-кім менің уақытым жоқ, 100 салауат айта алмаймын дейтін адам болса дейді, онда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям таңертең 10 салауат дейді, кешке 10 салауат айтып қойыңыздар еді. 10 салауатқа 2-ақ минутта кетеді, 1,5-ақ минут басында кетеді. Сонда бар жоғы күнде 3-ақ минут кетеді екен 20 салауатқа. Кімде-кім маған 10 таңертең, кешке 10 салауат айтса, қиямет күні менің шапағатым уәжіп, міндетті болады дейді. Қараңыздар, бұл өмір сондай, бір-бірімізді жақын тұтамыз, баламыз үшін, әкеміз үшін, шешеміз үшін, жақындарымыз үшін, басты қатерге тігуге дейін барамыз кейде отбасымыз үшін, дұрыс па? Бірақ Алланың алдына барған кезде адамдар бір-бірінен қашып кетеді. Барлығымыз қазір бір-бірімізбен күшті араласып жатырмыз, жүрісіп жатырмыз, білісіп жатырмыз. Бірақ Алланың алдына барған кезде Алланың есебінің қаттылығына, оның дайындап қойған, дұрыс емес адамдар үшін дайындап қойған азабының қаттылығы адамдар не істейді? Адамдар бір-бірінен қашып кетеді. Сондықтан Алла Тағала Абаса деген сүреде айтады: "Яума яфиррул мар'у мин ахиhi" дейді. Адам ол күні өзінің бауырынан қашып кетеді дейді. Бұл Алланың аяты, хақиқи нәрсе. "Ва уммихи ва абихи" анасынан қашып кетеді дейді. Адам анасынан қашады. "Ва абихи" әкесінен қашады дейді. "Ва сахибатихи ва банихи" әйелінен қашады. Ең соңында ең өмірінің барын арнаған бала шағасынан қашып кетеді дейді. Неге қашады? Сауабы жетпей жатыр өзіне өйткені. Баласы келіп, әке маған кішкентай сауабыңнан берші десе, балам саған ештеңе бере алмаймын дейді, қашады екен әкесі. Ал өмірде ше? Өмірде бар өмірін сол үшін арнайды бала шағасы үшін. Бірақ ол жерде өмір басқа. Міне қараңыздар, адамдардың барлығы бір-бірінен қашып жатқан кезде, тіпті кейбір пайғамбарлар адамдардан қашады. Адам ата да қашады. Жоқ, мен өзімнің нәпсімді ғана құтқарамын дейді. Мұса пайғамбар, Ибраһим пайғамбар, Иса пайғамбарлар қашып жатқан кезде бір ғана кісі бар, қашпастан сіздің қолыңыздан күнәңіз кешірілгенге дейін ең соңына дейін тұратын бір ғана кісі бар. Ол рахым пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Сол кісіге көп салауат айтқан адам дүниеде мына өмірде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қолынан жетектеп алып жәннатқа кіріп кетеді, жетектеп алып. Және өзі отыратын мәжіліске, жиында қасына отырғызады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мінекей, сондықтан бұл салауаттың берекеті өте ұлы, өте керемет. Оны